Барлықтарыңызға қайырлы күн, көрермендерім. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Мен сіздерге бүгін ауыз ашып болғаннан кейін шаймен ішкен өте керемет болатын балды печеньелердің жасалу жолын көрсетемін. Үйдегі бар ингредиенттерден дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз да үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды қосамыз. Сары майды ұнға ауната отырып, крошка жасап илеп алатын боламыз. Осындай халге келгеннен кейін 2 жұмыртқамызды қосамыз, балымызды қосамыз, қантты және қопсытқышты қосып араластырамыз. Барлық ингредиенттерді массасымен астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Дәл сол бойынша жасасаңыздар, жұмсақ қамыр пайда болады. Араластырып алғаннан кейін қолымызбен де илеп, қамыр илеп аламыз. Жұмсақ қамыр дайын болады. Және де енді оны біз пешкамызға жіберу үшін противенге пергамент қағазын төсеп алып, осылай домалақ шарикер жасай отыра дайындап ала береміз көшелерімізді. Өте дәмді болады. Үстінен вилкамен басып қойсаңыздар да болады, немесе осылай духовкаға жіберсеңіздер де болады. 20-25 минутта пісіп шығады. Осылай қызарғаннан кейін шығарып аласыздар. Өте дәмді болады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен салған рецепттер сіздерге уведомление болып барып тұратын болады.